Менде алдында тұрған бұл нағыз борыстың майы, бұл ешкінің, иттің майы емес. Неге бұлай айтты десеңіздер, көбінесе осындай борыс майы деп қойып, арзаңнан деп ұра салатындар бар. Ешкінің бір нәрсенің майын ұры жеріп бір ұқсас болады деп. Оны негізі иісінен байқайсыздар, болмаса күнделікті қолданып жүрген, я болмаса борыс ұстап жүрген адам болса, сразу байқайды. Мен де байқаймын оның себебі күнделікті қолданып жүргеннен кейін, клиенттеріме ұсынып жүргеннен кейін, ол борыстың майы ма, май емес па деген сияқты. Бұл борыстың майының пайдасын айта кетсем, ең алдымен мынау суықтағанға өте жақсы көмектеседі. Именно қандай суықтағанға? Сыртқы суықтарға. Мынау әсіресе ер адамдарда, әйел адамдарда мынау қуыршақтар суықтап жатады. Кіші мынау күн суыса болды, аспабым кішірейіп қалады, жеріліп қалады деген сияқты. Я болмаса кішілерге көп барып кеттім. Одан бөлек кондердің астында қалып қойыппын, желкем суықтап қапты. Әртүрлі өкпем тырсылдап жатыр, суықтап қапты дейді. Сондай жағдайлардың бәрінде жалпы денеге жақсаңыздар болады. Сол арқылы бұл борыстың майы өте жақсы көмектеседі. Бұған мен таныс үлкен ағаларыма да бергенмін, ел алдында жүрген деген сияқты. Олар да рахметін айтып, шынымен де пайдасы бар екеніне көзі жетті. Енді бұны мынау қақырық, я болмаса жөтел сияқты